Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бүгін әлеуметтік лингвистика пәні бойынша 4-ші лекциямызды бастаймыз. 4-ші лекция тақырыбы әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары. Бұл сабақта мынадай мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, тілдік қауымдастық. Екінші, интерференция мәселелері. Үшінші, тілдік норма. Төртінші, тілдік және тілдік емес қарым-қатынас. Бесінші, қарым-қатынас жағдаяты. Алтыншы, тіл тұтынушылардың қарым-қатынастық құзыреттілігі деп аталатын мәселелер. Енді алғашқы мәселеге тоқталайық. Жекелік, даралық, өзіндік мәртебеге талпынатын кез келген ғылым сияқты, әлеуметтік лингвистикада өзіне тән бірнеше арнаулы ұғымдарға соған байланысты терминдерге ие. Олар тілдік қауымдастық, тілдік ахуал, әлеуметтік коммуникативтік жүйе, тілдік әлеуметтену, қарым-қатынас құзыреті, тілдік код, код ауыстыру, билингвизм, диглоссия, тіл саясаты тағы басқа. Сондай-ақ кейбір ұғымдар тіл білімінің өзге салаларынан енген. Айталық оларға тілдік норма, сөйлеу қатынасы, сөйлеу актісі, тілдік контакт, тілдердің араласуы, аралық тіл тағы басқалар. Сонымен бірге әлеуметтанудан, әлеуметтік психологиядан енген терминдер: қоғамның әлеуметтік құрылысы, әлеуметтік мәртебе, әлеуметтік рөл, әлеуметтік фактор тағы басқа. Осы ұғымдардың барлығына анықтама керек. Осы лекцияда жоғарыда көрсетілген ұғымдардың кейбіріне анықтама береміз. Олардан шығатын проблемаларды қарастырамыз. Құрметті білім алушылар, алдымен тілдік қауымдастық деген не? Соған тоқталайық. Бір қарағанда тілдік қауымдастық ұғымы түсіндіруді қажет етпейді. Бұл бір тілде сөйлейтін адамдар бірлігі. Алайда шындығында бұлай түсіну жеткіліксіз. Мысалы, Францияда тұратын француздар мен французша сөйлейтін канадалықтар бір қауымдастық құрамайды. Бір тілдік қауымдастыққа ағылшындар мен америкалықтарды екеуі де ағылшынша тілде сөйлесе де жатпайды. Испандықтар мен Латын Америкасының испан тілді тұрғындары да бір қауымдастыққа жатқыза алмаймыз. Тіл бір, бірақ қауымдастық әртүрлі. Тілдік қауымдастық түсінігі арнаулы әдебиеттерде ішкі топтық қарым-қатынас жасау мақсатында белгілі бір тілді қолданатын адамдардың тұрақты тобы деп анықталып жүр. Бұл туралы толық мәліметті Никольскийдің «Синхронная социолингвистика. Теория проблемы» деген кітабынан кеңірек оқып танысуға болады. Кез келген әлеуметтік топ мынадай 5 түрлі белгімен сипатталады. Бірінші, топтық байланыс типі. Мұнда адамдардың достық немесе туыстық қарым-қатынасымен байланысқан формальды топ емес, туыстық немесе достық қатынаста жасалған байланыстарын айтады. Екінші, байланыстың ұзақтылық дәрежесі. Мұнда белгілі бір мақсатқа жеткеннен кейін тарап кететін уақытша топтар мен жеке адамдардың өмір бойғы немесе одан ұзақ мерзімді топ ажыратылады. Осындай екінші типке этнос, тайпа, ұлт, халық жатады. Бесінші, топ саны. Аз санды әлеуметтік топ деп барлық мүшелері бір-бірімен жекелей байланыс жасау мүмкіндігіне ие болатындарды айтамыз. Үлкен әлеуметтік топ мұндай мүмкіндікке ие емес. Мұндағы мүшелердің өзара байланысы басқаша: әкімшілік ұжым, жазбаша қатынас, бұқаралық ақпарат құралдары тағы басқалар болады. Үшінші, мүшелік ерекшелігі. Топқа мүше болу кейде автоматты түрде, яғни туа салысымен болуы, не белгілі бір топтың ынтымақтыққа жеткеннен кейінгі ерікті түрде, яғни жеке адам саналы түрде топты таңдап мүше болуы мүмкін. Бесінші, топтың ынтымақтық типі. Әлеуметтік топ мүшелері арасында ортақ мүддеге байланысты белгілі бір қатынас типі белгіленеді. Мұнда туыстық, этникалық, саяси, кәсіби, топтық және тілдік ынтымақтастық болып бөлінеді. Бұл жөнінде Карлинскийдің «Основы теории взаимодействия языков» деген кітабынан қарауға болады. Жоғарыда саналмалап көрсетілген белгілер негізінде алғашқы тілдік қауымдастық формальды, ұзақ мерзімді, автоматты мүшелікті және ынтымақтастықта болатын үлкен әлеуметтік топ деп анықтауға болады. Тіл бұл жағдайда жеке адамдар мен ұжымның мүдделері арасындағы қарым-қатынасында байланыстырушы звено ретінде көрінеді.
Келесі бір маңызды термин интерференция. Біленгевтің қолданатын тілдеріне өзара әсер етушілік болады. Бұл әсер етушілік сөйлеуге де тілге де қатысты және ол тілдің кез келген жүйесінде фонетикада, грамматикада, лексикада көрініс береді. Біленгевтің бір тілінен екінші тіліне әсер етушіліктің барлығы, сондай-ақ оның нәтижелері интерференция деп аталады. Әдетте интерференция дегеннен тек өздігінен табиғи түрде жүзеге асатын, бақыланбайтын процестер ұғынылады. Саналы түрдегі араластырулар оған жатпайды. Интерференция бағыттары әр алуан болуы мүмкін. Көбіне жиірек кездесетін интерференцияға ана тілдің екінші тілге әсері болып табылады. Алайда егер екінші тіл негізгі тіл болса, онда ол ана тіліне әсер етуі мүмкін. Мұны өзге тілдік ортада бірнеше жылдар өмір сүрген қазақстандық оралмандардың қазақ тілінде сөйлеуінен көруге болады. Интерференция бұл жеке адамға тән құбылыс. Алайда жаппай қос тілдік жағдайында бір типтегі интерференциялық процестер көптеген адамдардың сөйлесуінде ұшырауы мүмкін. Одан тіл жүйесіне еніп, одан біртілділердің де сөйлеу дағдысына әсер ете бастайды. Сөйтіп, тілдік өзгеріске алып келеді. Интерференция қалай тілге сіңіп қабылданады, содан бастап ол лингвистерден басқалардың бәріне бөтен тіл элементі ретінде саналмайды. Бірақ тарихи лингвистикаға қатысты субстраттық және суперстраттық құбылыстардың пайда болуы алдымен интерференцияға байланысты. Әлеуметтік лингвистиканы қарауына жататын тағы бір маңызды проблема – тілдік норма. Тілдік норма дегеніміз белгілі бір қоғамның бір кезеңдегі көпшілік қабылдаған сөйлеу, жазу дағдылары. Басқаша айтқанда сөйлеу бұл тілдік құралдарды таңдау мен пайдаланудың жиынтық ережесі. Норма ұғымы әдеби тіл ұғымымен тікелей байланысты. Сондықтан да әдеби тілді көбіне нормаланған тіл деп атайды. Норма әдеби тілдің бүтіндігі мен жалпыға түсініктілігінің кепілі. Ол ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін анықтайды. Ол бір тілдік құралдарды заңды ретінде ұсынса, екінші біреулерін тілдік дәстүрге жат ретінде танытады. Норма тарихи өзгерімпаз, алайда олар өте жай өзгереді. Дамыған әдеби тілдерде норма көптеген 10 жылдық бойында тұрақты күйінде қалады. Әдеби норма маңызды әлеуметтік және мәдени қызметтерді атқарады. Адамзат іс-әрекетінің барлық маңызды салалары нормаланған тіл қамтамасыз етеді. Онсыз ғылымдың, білім беру мен алудың, мәдениеттің, техниканың, заң шығарушының, іс-қағаздар жүргізудің тағы басқа дамуы мен жүзеге асуы мүмкін болмас еді. Норма сүзгі сияқты. Ол әдеби тілді пайдалануға халық тіліндегі барлық анық, нақты, асыл да дәмділерін өткізе отырып, барлық кездейсоқ, тұшымсыз, мәнсіздерін ұстап қалып отырады. Соған байланысты норма динамикалы болады. Ол тілдік құралдарды жаман және жақсы деп қатаң түрде бөлмейді. Сондай-ақ мынаны барлық жағдайда қолдануға болады, немесе мүлде болмайды деп те көрсетпейді. Өйткені сөйлеудің бір жағдайында айталық тұрмыстық диалектте ол дұрыс, мәнді болса, екінші жағдайда, мысалы ғылыми стильде, ол ыңғайсыз, қолайсыз көрінуі мүмкін. Міне бұл әлеуметтік лингвистикада норманың сөйлеу жағдайына тәуелділігі, норманың қарым-қатынастық мақсаттылығы деп аталады. Норма ұлттық тілдің басқа жүйелерін, диалекті, ауызекі сөйлеу тілі, жаргондарда кездесе ме? Айталық, елдің белгілі бір бөлігінде тұратын, сол жердің түпкілікті ерекшеліктерінде сөйлейтін адамдар белгілі бір белгіленген тәртіпте бірнеше ғасырлық әдетке, дәстүрге сәйкес сөйлейді. Тілдік құралдарды белгілі бір дәстүрмен қолданылуы ұлттық тілдің өзге де жүйелерінде бар. Соған қарағанда бұл сол жүйелер үшін норма деп айтуға болады. Алайда әдеби норманың диалектілік немесе жаргондық нормалардан өзіндік айырмасы бар. Әдеби норма саналы түрде енгізіледі. Ол сөздіктер мен грамматикаларда көрсетіледі. Оны мектепте оқытады. Оны баспасөзде, радио мен теледидарда насихаттайды. Адамдардың барлық мәдени қатынастары әдетте әдеби тіл нормасымен жүзеге асырылады. Ал диалектіде, ауызекі сөйлеу тілінде
және жаргондарда бұл жоқ. Оларда тек тілдік құралдарды қолданудың дәстүрі ғана бар. Диалектілерді сөйлейтіндердің ешқайсысы сөйлеудің диалектілік үлгісін саналы түрде еш жерден ешқашан ала алмайды. Төртінші, тілдік және тілдік емес қарым-қатынас. Түрлі салаларда қолданылатын коммуникация деген кірме сөзді, терминді қазақ тілінде қарым-қатынас деген қос сөзбен балама түрінде қолданып жүрміз. Қарым-қатынас термині көп мәнді. Мысалы, ол бұқаралық қарым-қатынас құралдары, баспасөз, радио, теледидар мағынасында деген тіркесте, сондай-ақ техникада, байланыс салаларында, тағы басқаларда қолданылады. Ал әлеуметтік лингвистикада қарым-қатынас, коммуникация, бұл сөйлесу, пікір алысудың синонимі. Ол көбінесе сол сөйлеу, пікір алысудың алуан түрлі сипатын белгілеуде қолданылады. Мысалы, қарым-қатынас жағдаяты, қарым-қатынас қатысушылар, тағы басқа. Қарым-қатынас тілдік және тілдік емес, немесе басқаша айтқанда вербальды және вербальды емес болуы мүмкін. Айталық, кейбір спорттық ойындарда, баскетбол, футбол, волейболдарда адамдар бір-бірімен қатынас жасауда тілді қолданбауы немесе ішінара бер, ал деген қысқа лепті сөздермен беруі мүмкін. Осыған қарағанда көптеген дене қимылдарындағы жұмыстар тілдік қарым-қатынасты қажет ете бермейді. Мысалы, шуы көп әрі жоғарғы болатын кейбір завод, фабрика, цехтарда адамдардың қарым-қатынасы сөзсіз, тілсіз қимыл, қозғалыс, жест көмегімен жүріп жатады. Алайда адамдар қарым-қатынасының маңызды бөлігі тіл арқылы жүзеге асатыны белгілі. Міне осы мәселелерді алдымен әлеуметтік лингвистика зерттейді. Әлеуметтік лингвистиканың тағы бір ұғым түсініктеріне қарым-қатынас жағдаят жатады. Қарым-қатынастық жағдаят өзіндік құрылымдық жүйеге ие. Ол мынандай компоненттерден тұрады. Бірінші, сөйлеуші, яғни адресат. Екінші, тыңдаушы, адресант. Үшінші, сөйлеуші мен тыңдаушы қатынасы және сонымен байланысты әрекеттер. Төртінші, қатынас түрі. Бұл ресми, бейресми, достық, туыстық болуы мүмкін. Бесінші, мақсаты. Алтыншы, қатынас құралы. Тіл немесе оның кіші жүйелері, диалекті, койне, жаргон, сондай-ақ тілден тыс қарым-қатынас құралдары, жестілер мен мимикалар. Жетінші, қатынас тәсілі. Ол жазбаша, ауызша болуы мүмкін. Сол сияқты сегізінші, қатынас орны. Қарым-қатынас жағдаятының бұл компоненттері өзгермелі, құбылмалы. Олардың әрқайсының өзгеруі қарым-қатынас жағдаятының өзгертуіне алып келеді және қатынасқа түсушілердің қолданатын құралдарының алмасуына, жалпы олардың бүтіндей қарым-қатынастық қабілетін өзгертуге әкеледі. Енді әлеуметтік лингвистиканың келесі бір терминдер жүйесіндегі тіл тұтынушының қарым-қатынастық құзыреттілігі деп аталады. Адамдар сөйлеу процесінде тыңдаушыға түсінікті болу үшін тілдің сөздік қоры мен грамматикасын пайдаланады. Алайда қандай да бір тілдесу сәтті болу үшін тек сөздік қор мен грамматиканы біліп қана қою жеткіліксіз. Оның үстіне тіл тұтынушысы дәстүрлі лингвистика ережелерімен бірге жағдаятты грамматиканы, яғни сөйлеуші мен тыңдаушының арасындағы қарым-қатынас сипатын, қатынас мақсатын, басқа да факторлардың байланысын ескере отырып сөз саптай алу керек. Бұл тіл жұмсаушының қарым-қатынастық құзыреттілігін танытады. Мысалы, түскі ас кезінде тамақтанып отырған өзге столдағы көршіңіз, егер сізге маған анау тұрған ас тұзын беріп жібере мекенсіз деп тіл қатса, бұл сөйлем айтылу мақсатына қарай сұраулы, ал мағынасында өтінуді білдіреді. Сіздің жауабыңыз ас тұзын алып беру әрекеті болар еді. Егер сіз бұл өтініш сұрақ ретінде түсініп, оған иә немесе жоқ деп ешқандай әрекетсіз көршіңіз тағы да тікелей өтінуін күтсеңіз, онда қарым-қатынас процесі бұзылады. Сіз айтушының күткенде әрекет жасай алмай, тіл меңгерудің шартын бұздыңыз. Сол себептен де осындай мәселені зерттеген социолингвист ғалым Якобсон сөйлеушіге қарағанда тыңдаушының тілдік құзыретінің жоғарғы болатынына ерекше көңіл бөледі. Бұл туралы толық мәліметті Якобсонның «Лингвистика в ее отношении к другим наукам» деп аталатын мақаласынан, сондай-ақ Якобсонның таңдамалы еңбектері атты кітабынан танысуға болады. Бұл сәйкестенбеушілік екі интеллектуалдық категорияның тіл білуі мен тіл меңгерудің арасындағы айырмашылықты көрсетеді.
тілді білу деген жай қарапайым болуы мүмкін. Ал тілді меңгеру дегенде тілдік құралдарды пайдалануда белгілі бір дайындықты дағдының бар екендігі байқалады. Қарым-қатынас жасау құзыреттілігі аясында әдептілік ережесі енеді. Мысалы, қазақ тілді, орыс тілді орталарда сен және сіз деген жапон, корей тілдерінде сыпайылықты білдіретін етістіктің арнаулы формалары бар. Бұл көбіне кішінің үлкенмен, таныс пен бөтеннің әлеуметтік мәртебелері бойынша жоғары мен төменнің немесе өзара тең адамдардың тағы басқалардың тіл жұмсауларынан көрінеді. Сонымен біз әлеуметтік лингвистиканың бірнеше басты ұғымдарын қарастырып өттік. Әрине бұл жерде айтылмаған көптеген ұғым түсініктер тізімі баршылық. Біз олардың кейбіреулерін одан әрі талдауларда сөз ете отырып арнайы тоқталатын боламыз. Осымен сабақ аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.